Алматы облысы Ескелді ауданында ауданымызға танымал беделді ұстаздарымыз жетерлік. Қашанда өз істерімен көпшіліктің көңілінен шыға білген нағыз ұстаз деген атқа лайықты жандар қаншама. Сондай жандардың бірі Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Махамбетова Роза Қайырбекқызы. Қашанда бала жанның бағбаны бола білген аяулы ұстаз өз еңбек жолында орыс сыныптарына қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп, 2018 жылдан бастап мектеп директорының оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарып келеді. Роза Қайырбекқызының өзі де, оқушылары да жыл сайынғы облыстық, республикалық олимпиада байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болуда. Роза Қайырбекқызының еңбектері республика және облыс көлемінде ғылыми әдістемелік журналдарда оқылып, жоғары деңгейге танымал болды. Ұстаз 2019 жылы Шымкент қаласында өткен Жаңарудың жарысы 2019 атты оңтүстік аймақтық жетекші мектептерінің бірінші форумына қатысып, өз тәжірибесімен бөлісіп қайтты. Мектеп директорының оқу әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары ретіндегі 2 жылдың ішінде мектептегі мұғалімдер мен оқушылардың көрсеткіштері де жоғары деңгейде болды. Осындай еңбектері бағаланып, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен, Қазақстан Республикасы Білім министрінің құрмет грамотасымен, Алматы облысы білім басқармасының құрмет грамотасымен, ауданның білім бөлімінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Махамбетова Роза Қайырбекқызы өзінің тынымсыз еңбегі мен адамгершілік қасиеттері келешек жастар мен әріптестеріне үлгі болатындай азамат. Қиында қадірлі ұстаз мамандығын жоғары дәрежеде меңгерген білікті маманның еліміздің болашағын тәрбиелеу мен оқытудағы еңбегі орасан зор. Міне, осындай еңбегінің арқасында Роза Қайырбекқызы ауданның парасатты азаматы деген атқа әбден лайықты. Сізге әрқашан амандық, отбасыңызға саулық тілейміз.